сатылы төмендейді, егер өтшілдік алымды азайтатын болсақ, сол үшін өтшілдік алымды азайтудың қажеті жоқ деп есептеймін. Мемлекетімізді жай свалкаға айналдырып аламыз. Ескі көліктерді тасу арқылы мемлекеттік көп аралаудың қажеті жоқ. Елімізде империалистік ойлау қабілеті сәл азаяды. 7 жылда мен өте дұрыс деп есептеймін, себебі елді басқаратын адам ол өзіне сенімді және өзінің не істей алатын нақты жоспары бар адам. Бірақ мен ойлаймын, егер бізде президентіміз 7 жылда ауысып тұрған жағдайда мүмкін біздің еліміз осы жағдайдан өзгеше жағдайда, мүмкін біз осы экономикамызды мүмкін 2 есе көбейтетін, жоғарылататын береді деген ой туындайды. Және бірінші бағдар бұл макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету, экономиканы әртараптандыру. Экономиканы әртараптандыру дегенімізде бұл, мысалы біз дәл қазір экономикамыз неге арқа сүйеп тұр? Көбінесе шикізат өндіруге арқа сүйеп тұр. Бірақ бұл жерде ұйымдық қандай заттармен дамыту керек, сол туралы ешқандай ақпарат айтылған жоқ деп санаймын. Аргумент ретінде экологияны дамыту керек деп санаймын. Жолдар дегеніміз бұл халықпен ақылдасу және де халыққа жоспар жеткізу болып саналады. Дегенмен бұл істер жасалып жатыр ма, жасалып жатқан жоқ па, соның ешқайсысы да жабушы үкімет тарапынан дәлелденіп кеткен жоқ. Жалпы қарсылас оппозиция тарапымен мен толықтай келіспеймін. Жолдаулар кезінде, яғни жер қайтару мәселесіне тоқталған болатынбыз. 2,19 миллион гектар жер мемлекетке қайтарылды. Осыдан мен баршалықтарыңызды тәртіпке бағынуға және заңмен бірге өмір сүрсек жағдайын жақсарады деп санаймын. Америкада, Қытайда екеуі де дамыған еді, ал Қазақстан дамушы еді. Салыстыратын болсақ, басқа да дамушы елдермен салыстыру керек еді. 7 жылдың ішінде біз сол нәрсені бәрібір істей алмаймыз дегеннен гөрі біз соны істеуіміз керек. Яғни айтқанда, бала күтіміне берілетін жылдан 1 жылдан 1,5 жылға созылуы және оған төлемақының қосылуы және балалардың 2023 жылдан бастап жанында туылған балалардың 18 жасқа дейінгі жаңағыдай есеп шотына ақша қосылатындығы туралы айтылған кезде ол нұр үстіне нұр болады.